Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз үй жағдайында өте дәмді наггетсы жасайтын боламыз. Және де менің инстаграм парақшама тіркеліп қоюды да ұмытпаңыз. Ол жерде өте жеңіл әрі оңай жасалынатын тағам түрлерімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге тауықтың төс еті қажет болады. Оны турап, үстіне тұз, бұрышын дәміне қарай қосып, 1 сағатқа маринадтап қоямыз. Кляр мен панировка жасауға кірісейік. Ол үшін 2 ыдысты алып, теңде екеуіне ұнды саламыз. Бір ыдысымызда яғни панировка, екіншісінде кляр болады. 2 ыдысқа да теңде тұзды саламыз, кориандр саламыз, базилик саламыз, қалауыңызша куркума салсаңыз болады. Ең бірінші ыдысымыз ол панировка. Оның үстіне панировочный сухариді саламыз. Одан кейін паприканы салуды ұмытпаңыздар обязательно. Шанышқының көмегімен екеуін жақсылап араластырып аламыз біркелкі болғанша. Панировкасын алып қоямыз. Бұл бізде кляр жасау үшін үстіне су құямыз. Жаңағы қоспаның үстіне су құйып, жақсылап араластырып аламыз. Яғни бізде масса қоймалжың, йогурт секілді сұйықтау болу қажет. Мінекей осылай шанышқының көмегімен жақсылап біркелкі болғанша араластырып алыңыздар. Маринадталған тауығымызды клярға саламыз, одан кейін панировкаға салып, жақсылап араластырып, осындай тақтайға салып дайындап алдым. Сосын қызып тұрған майға осылай жақсылап қорып аламыз. Міне қыздар, біздің наггетсіміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Айбибі.